Есімім Торғын Жолдасбекқызы. Біраздан бері шығармашылықпен айналысып келемін. Осы өткен жылы «Кеш қалма және араша» деген екі бірдей кітабым жарық көрді. Онымен қоса Сектор X радиосының жүргізушісімін. Кейбір бағдарламаларға сценарий жазамын. Балалық шағым өзгеше болмады. Өнерлі бала болдым, талантты бала болдым деп айта алмаймын. Жай ғана оқуға құмар бала болдым, бірақ әдебиетке қызығушылығым болған жоқ. Кітап оқуды сүймедім. Бірақ мектепті жақсы оқыдым, университетке өз күшімен түсіп, Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің филология факультетін бітірдім. Бірақ ол кезде де жазушылықты сүйдім деп айтпаймын, себебі бір нәрсені сүю үшін сен оның дәмін татып көруің керек. Мен тіпті өзімнің қолымнан жазу келетінін білгем жоқ ол кезде. Бірақ осыдан бір 6 жыл бұрын белгілі бір себептермен өмірімдегі қиын тоқырау кезеңінде қолыма қалам алуыма тура келді. Ем іздеп шықтым. Нәтижесінде өз бойымда осы жазуға деген қабілет барын байқадым, артынан ынта қойдым соған. Сөйте келе 6 жыл жазудың, ізденістің, еңбектің нәтижесінде дүниеге осы шығармаларым келді. Алғаш кездерде тек қана жазуды, өмірімді өлімнен арашалау үшін ғана жаздым. Соған сай шығармаларымның көбісінде хат түрінде болды, өзгелерге жолданған хат түрінде болды. Біраз уақыт өте келе шағын әңгімелер жазатын болдым. Өзімнің өткен өмірімнен бір естеліктер жазу болды, қиялдан туған шығармалар болды. Сөйте келе қазіргі күні енді шығармаларымның аясы да кеңіп, көлемі ұлғайып, повестер жазылып, бір роман жазылды. Қазір шығармалардың түрлі жанрында өзімді сынап көріп жүрмін. Жазушы міндетті түрде қазіргі қоғамда болып жатқан мәселені көре алу керек деп ойлаймын, оны жан тәнімен сезе алу керек, өз бойынан соны өткізе алу керек, сол кезде ғана оқырманның жүрегіне жететін шығарма туады. Мысалға, мен өзге мемлекетте болып жатқан мәселе жайында мүлдем жаза алмаймын. Себебі мен одан хабарым жоқ. Мен өз қоғамымның, өз қазағымның басындағы нәрсені сезе аламын, сонымен өмір сүре аламын, соны жазам. Өзімнің соған деген азаматтық позициямды, көзқарасымды көп жағдайда оқырманға міндеттемеймін, телімеймін. Мен жай ғана бар жағдайды сол қалпында, баз қалпында түсіруге тырысам, ал оқырман одан қандай шешім шығарады, оң көзқарасты бола ма, жоқ әлде қолдай ма мені, қарсы шыға ма, ол оқырманның еншісінде. Қазір заман өзгерді, әлеуметтік желі көбейді, сол себепті кітап оқылмайды дегенді мен де естіп жатырмын. Бірақ менің ойымша, мен сол қазіргі әлеуметтік желінің арқасында дүниеге келген, өзімді тапқан жазушымын. Кейбір адам мені жазушы да демес, онысы қате деп айта алмаймын, себебі мен де дәл сол әлеуметтік желіден шыққан, өз ойын ғана айтып жүрген адам болып, өзімнің аудиториямды жинап, сол оқырмандарымның қалауымен, сұранысымен бірінші жинағым солай шықты. Кітап жинақ, әңгімелер жинағы болып шықты. Әңгімені жинақ қып жинасаң, кітапқа жинасаң, оқырманыңа сен оны ұсына алсаң, әдебиет ешқашан көнермейді, ешқашан ұмытылмайды деп ойлаймын. Оқырманға кілтін жолын таба алу керек. Мен 6 жылдан бері үздіксіз жазып келем. Соның 6 жылының 5 жылында мен бір тиын тапқам жоқ. Мен тек қана алғашқы кездер өзім үшін жаздым. Одан кейінгі жазған жазбаларымды оқырманға деп жазғаныммен, мен оның өтемін олардан сұрағам жоқ. Мен тек қана әңгіме жаздым да, соны әлеуметтік желіде жариялап отырдым. Шағын әңгіме болса бірден салам, көлемді әңгіме болса бірнеше серияға бөліп салып отырдым. Мен тек қана өзіме жылы аудитория жинаумен айналыстым. Бірақ оны мен қазір жылы аудитория жинадым дегенмен, мен ол кезде күннің күнінде мен бұдан табыс табам, қаламақымды алам деген ой болмады менде. Мен жай ғана жаздым. Бірақ осы бір жыл бұрын менің кітабым шыққаннан кейін кітапты сата бастадық. Менің өз қаламым арқылы нан тауып жегеніме міне бір жылдай болды. Әдебиет арқылы күніңді көруге, қаражат табуға, қаламақыңды алуға өте болады деп ойлаймын. Оқылмаған шығарма, оқылмаған автор өкінішке орай тез ғана ұмытылады. Ол сол жазылған күйінде кеуіп кетеді. Сол себепті қолдау, шығарманың оқылуы ол автор үшін ең маңызды нәрсе. Міне осыдан бір жылдай бұрын
Бақтыгүл Махамбетовна деген Қазақстандағы тұңғыш әдеби агент менің шығармаларымды Лондон ұйымдастырған Open Евразия конкурсына ұсынып көруді кеңес берді. Ұсынып көрдік. Сол кезде «Қоқыс» деген шағын әңгімем кішіл проза жанрында жеңімпаз атанды. «Сөз» деген повесть лауреат атанды. Енді бұл біраз сеніміңді қайрайды өзіңе деген. Бірақ дегенімен ең ұлы жеңіс сол күнделікті өмірде сенің шығармаларыңның оқылып жатқанын көру. Ол үшін ақы төлеудің де қажеті жоқ. Жай ғана мен сіздің шығармаңызды іздеп жүріп оқимын деген оқырманның бір ауыз сөзі шабыт та береді, қанаттандырады да, күш те беретін сол бір ауыз сөз. Биылғы жыл өте ауыр тиді. Тек қана қазақ еліне емес, бүкіл әлемге өте ауыр тиді. Бізді бір барлығымызды байлап, құрсаулап, сол бір қараңғы қапасқа салып қойғандай күйде болдық. Бір кездері тіпті туғандарымызға келіп сол ажал жағадан алған кезде тура бір сол құрсауда қалғандай болдық. Бірақ үйде отырып та талай еңбек атқарылды. Осы карантиннің қыспағында отырылып жазылған шығармаларда талай мұралар әлі де жарыққа шығады деп ойлаймын. Талай еңбек дүниеге келеді деп ойлаймын. Осы бір жылда бір 40 шақты әңгімем жазылды. Шағын әңгімем, көлемдісіне қалам тартқам жоқ, шағын әңгіме жазылды. Осы жылы радиоға кірдім. Радио жүргізушісі ретінде өзімді сынап жүрмін. Өте үлкен мүмкіндік берді. Бір жерде отырып, ойыңды жинақтап, өзіңе өзің берген уақыт болды. Өткеніңді саралау, келешекке деген бір нық жоспар құру, қазіргі бар реалиге сәйкес өмір сүруді үйрену. Мен мүлдем күй талғамайды екенмін. Егер мен жазғым келіп тұрса, мен тіпті сото телефонға да жаза беремін, ұялы телефонға да жаза беремін, қол астымда компьютер тұрса, компьютермен де жазамын, тіпті екеуі де болмай қалса, қағазға да түрте беремін. Мен үшін белгілі бір орынның қажеті жоқ екен. Жазғым келсе, кез келген жерде, кез келген ортада, тіпті шулы жерде де жаза беруге бармын. Мен ұйықтағанды жақсы көремін. Бір қызық нәрсе, енді менің тәнімде, миымда тек ұйықтаған кезде тынығады. Бір шаршаған, қиналған кездерде жай ғана түс болсын, кеш болсын, бір жатып тынығып алсам, бойымда жеңілдеп қалады. Мен үшін ең жақсы демалыс түрі. Біз қазақ жалпы өзіміз бала сияқты халықпыз деп ойлаймын өзімді. Өзгелердің шығармаларына қазір мен айтып, үкім шығарып өйте алмаймын. Әр елдің мінезіне сай, әр елдің менталитетіне сай әдебиеті де солай болады деп ойлаймын. Кейбір шетел әдебиетін мысалға мен өзім жақтыра бермеймін. Мен үшін ол тым ашық болуы мүмкін, тым шашық болуы мүмкін. Мысалға мен кей шығармаларымда әйел адам мен ер адамның ортасындағы қатынасты кейде бір ашықтау жасатын кездерім болады. Байқайтыным соны біздің жазушылықта жүрген үлкен буындар қабылдай алмайтын кездер болады. Оқырмандардың арасында да әйел адамның бұл тақырыпты қозғалғаны жөн емес ау деп жатады. Міне, бұл біздің менталитет. Біздің менталитетке әлі де әдебиет ол тазалық аймағы. Ол жерде таза нәрсе жазылу керек, ақ нәрсе жазылу керек. Ал күнделікті өмірде бар кішкене өз жеке басының нәрсесі қозғалмай кетіп жатады. Мүмкін сода шығар. Ал батыс енді ол норма санайды. Мен рамаға сыймайтын сияқтымын. Егер кей тақырыптарды менің де әлі қозғауға дәтім бармайды. Кейбір тақырыптарды қозғай алмаймын да, кейбір тақырыптарды қозғауға менің білім жетпейді. Бірақ уақыт өте келе мен өзімді соған дайынмын деп ойласам, мен жаза алатын сияқтымын. Және де мысалға педофилия тақырыбын алайық. Біздің көркем шығармаларда да, әдебиетте де бұл тақырып көп қозғалмайды. Мен бұны жазғым келеді. Себебі бұл біздің қоғамда бар нәрсе. Біз бұны жасырсақ, одан біз еш нәрсе ұта алмаймыз. Бірақ әлі де кішкене байқайтыным біздің қоғам бұл тақырыпты қабылдауға, мен оны сынасам, сын күйінде қабылдай алады. Бұл дұрыс емес деп. Ал егер мен осы болып жатқан нәрсені суреттеп жазсам, біздің қоғамға әлі де ауырлау тиеді. Бірақ бұны сол
педофилияны қалайтын адамдар жирену үшін сол қалпында суреттеуге тырысып көру керек сияқты. Сол себепті кез келген тақырыпты қозғап үйренуіміз керек деп ойлаймын. Өзіңді сынаудан, өзіңді бақылаудан, істеп көруден еш уақытта тайынбау керек. Сын қашанда болады. Сіздің шығармаңыз еш уақытта толық мінсіз, барлығының көңілінен шығатындай еш уақытта болмайды. Бастысы сыннан қорықпау керек деп ойлаймын. Өзіңді сынаудан да қорықпау керек. Мысалға, менің бүгін жазған шығармам менің өзіме, өзгеге емес, мықты жазушы немесе сыншыларға емес, менің өзіме ертең ұнамауы мүмкін. Ол норма. Мен бұнымен келісем, алдын ала бұған дайынмын. Сол себепті сынды жақсы қабылдау керек. Ең бастысы, қандай да сын айтылса, неге айтылды, оны бірден бетін қайтарып тастамай, содан өзің нәтиже шығарып көруге қорықпау керек. Мен сынды жақсы көремін. Үлкен аға әпкелерімнен де, оқырмандарымнан да менің қате жерім болса, соны түзесеңіздер, мен рахмет айтамын деймін. Бастысы сыннан қорықпаңыздар, жаза беру керек. Біздің 20 ғасырда жазған көптеген шығармалар, жазушылардың бәрін оқу керек деп ойлаймын. Әрқайсының дәмін татып көру керек. Әсіресе жазам деп жүрген адам, иә. Ал қазіргіге келетін болсақ, әлемдік деңгейде менің өзімнің байқағаным, әрбір адамның өзінің таңдауы болады. Мен психологияны жақсы көремін. Мен осы жазушылыққа келуімнің басты себебі, өзіме сенуімнің басты себебі, осы психология, рух тұрғысында өзімді табуым деймін. Сол себепті мен қазір көркем шығарма емес, 3 мықты психолог жазушының адамға рух демдейтін шығармасы ұсынғым келеді. Ол әрине Қазақтан шыққан қазір логотерапия деген кітап бар. Отбасы хрестоматиясы ұсынатын. Және шетелдіктерге келетін болсақ, Эггар Толленің «Новая земля» деген кітабы бар. Мен әрбір қазақ әйеліне осы кітапты оқуға кеңес беремін. Және Колин Тимплингтің «Радикальное прощение» атты кітабы бар. Бұны да әсіресе қазақ әйелдер оқыса, ұрпақ мықты болады деп ойлаймын. Жай ғана бар болу және алдыға жүре беру. Қандай қиын жағдай болмасын, қандай басыңа сын түспесін, өзгереді. Ол өткінші. Жығылдың ба, сенің тұралуың өзіңе байланысты, ал тұрғаннан кейін бір адым аттасаң, сен сол қиындықтан бір адым алдыға кеттің. Ол бір адым сенен артта қалды деген сөз. Сол себепті алдыға ғана баса беру керек, сонда барынша ол қиындықтан оза түсесің.